жеке бренд арқылы қалай ақша табамын? Менің түсінігімде, сізде жеке бренд болса, сізде постоянно клиент бар деген сөз. Жеке бренд жоқ, значит сізде клиент жоқ. Менің есімім Алмат, жеке бренд қалыптастырумен айналысам. Осы уақытқа дейін жүздеген адамдардың жеке брендін қалыптастырдым, әлі де жұмыс істеп жүрміз. Енді кейстарға тоқталатын болсақ, ол бірінші кезекте менің әйелім Аля Кося. Аля Кося 3 айдың көлемінде 130 мың оқырман жинады. Суммарно просмотрлары 30 миллионнан асады. Ал екінші кейсқа келетін болсақ, бұл Нұрсмак, бәрімізге белгілі блогер. Сөйлейтін контенттерінің барлығын біз түсірдік. Әкесімен, анасымен, балаларымен контенттің барлығын біз түсірген болатынбыз. Үшінші кейсқа келетін болсақ, бұл Ләззат ханым, Медина Style деген аккаунт. Біздің видеолар арқылы 40 миллионнан аса қаралым жинады. Төртінші кейс бізде Бақтияр аға басында бізде 50 мың оқырманмен келді. Рилстардың қаралымы 1000-ға да жетпейтін болатын. Қазіргі таңда 100 мыңнан аса оқырман, Рилстар стабильно 20 мыңнан аса жинап жүр. Негізі көптеген жақсы кейстер бар. Олардың барлығымен танысу үшін менің страницамда актуальныйда кейсы деген графа тұр, сол жерден кіріп таныссаңыздар болады. Жеке бренд қалыптастырудағы негізгі 3 стратегия. Ең бірінші стратегия бұл жарнама. YouTube-тан жарнамаға жібересіздер, таргетке қосасыздар, Google-дан, блогерлардан жарнамаластар. Дәл осындай трафик көзі бар. Бұның бір жаман жері, сіздер ақша саласыздар, неғұрлым ақша саласыздар, сол кезде ғана жұмыс істейді. Ақша салмасаңыздар, мүлдем жұмыс істемейді. Тағы екінші қыры бар, сіздерге адамдар лояльный болмайды. Сіздің именно атыңыз үшін ешкім келмейді бұл жерде. Енді үшінші минусына келетін болсақ, бұл өте тұрақсыз. Себебі сіздер жарнамасыз, ешқандай клиент сіздерді танымайды да, білмейді. Ал бізде екінші стратегия бұл пиар. Пиарды телевидениеға бересіздер, конференцияға выступать етесіздер, форумдардан шығасыздар. Бірақ бұны қысқаша 3-ақ сөзбен айтуға болады. Бұл қымбат, ұзақ және де қиын. Үшінші жолы бұл контент. Фотоконтент, видеоконтент, жалпы Инстаграмға видеолар, фотоларды салу арқылы жеке брендіңізді дамытасыздар. Бұның жақсы жері результатты тез көресіздер. Одан кейін Инстаграмның өзі де сіздің видеоларыңыз қызық болатын болса, сіздерді рекка шығарады, жаңа оқырмандар әкеп береді, жаңа клиенттерді әкеп береді, және де ол клиенттер сіздердің өздеріңіз сияқты, сіздің құндылықтарыңызбен сәйкес келетін адамдар келеді. Олармен жұмыс істеу жеңіл, олармен әңгімелесу де жеңіл, және сату да жеңіл болады. Біз осы контент стратегияға тоқталатын боламыз, және де осы контент стратегия негізгі 4 қадамы бар. Ол бірінші позиционирование, сіз жалпы немен айналысасыз, қандай дүние сатасыз, құндылықтарыңыз қандай. Екіншісі біздің упаковкамыз. Тіпті адамдармен жай әшейін танысқан кезде де оның киіміне қарап қарсы аламыз ғой. Дәл солай сіздің де упаковкаңыз, контентіңіз өте сапалы, мықты болу керек. Үшіншісі контент. Контент бөліміне видео түсіру, фото түсіру және де осы әңгімелерді құрау жатады. Қалай әңгіме айту керек, не туралы айту керек, аудитория сізді қабылдау үшін. Төртіншісі бізде продукт. Бұл сіздің қызметіңіз болуы мүмкін, товар болуы мүмкін, тіпті үлкен франшиза сатасыз, сол болуы мүмкін. Бірақ та бұл 4-ші қадамға жетпей тұрып, бірінші кезекте сол алғашқы қадамдардан бастап барып 4-ші продуктқа кейін келесіздер. Контент түсіру барысындағы жиі қойылатын сұрақтар тізімі бар. Соларға тоқталып, солардың барлықтарына жауап беретін болсақ, ең бірінші сұрақ не туралы түсірем. Осы сұрақты көп қоя бергендіктен мен 100 идеяны жасаған болатым. Себебі қандай экспертте қандай әңгіме өтті, қандай әңгіме айтқан жөн, қандай әңгіме айтпаған дұрыс, соның барлығын тізбектеп сіздерге берген болады. Егер де сіздерге сәл де болсын көмегі тиетін болса, ол 100 идея. Значит, ол идея бекерден бекер жазылмады. Контентті түсіргеннен кейін мен не алам деген сұрақ бар. Бұл көбінесе адамдарға бір 3 маңызды мақсатына жауап беріп алған дұрыс деп ойлаймын. Бұл сыртқы фактор, ақшалай. Көбірек ақша табасыздар, чектарыңызды көтересіздер, клиенттер көбейеді. Екіншісі, камера алдында сөйлеуді, камера алдында өзіңізді принимать етуді үйренесіздер. Ал енді үшіншісі, жалпы осы қазақ қоғамына пайдалы боласыздар. Контентті неғұрлым пайдалы заттардың көп болатын болса, сонда біздің миссиямыз орындалады. Үшінші сұраққа келетін болсақ, мен камерадан қорқамын, камера қосылса білмеймін, андай стресс болады, сөйлейтін сөздерімді ұмытып қаламын, өзім түрім қалай болып тұр, не айтамын деп милары ашып кетеді көп адамдардың. Негізі камерадан мен де қорқамын. Ешкім камера алдында сөйлеп үйренген де жоқ, ондай опытта болған жоқ. Ең маңызды дүние бұл жердегі
камераның артында отырған адам кім, содан көп нәрсе зависит. Егер де сізді түсіріп жүрген адамдар шынымен де опытный мықты болатын болса, сіздер де камера алдында өздеріңізді сенімді ұстайсыздар. Одан кейін тек қана практика. Неғұрлым көп түсіресіздер, соғұрлым камерамен бір сырлас дос болып кетесіздер. Осы видеоны аяғына дейін көрген кісілерге өзімнің жеке консультациямды ұсынамын. Консультацияға жазылу үшін менің жекеме плюс дегенді жіберсеңіздер болды. Мына видео сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін.